Сәлем менің қымбатты көрермендерім, сіздермен бүгін Айжан. Бүгінгі менің видеомда медунивер туралы, сабақтар қалай өтеді деген сұрақтарға жауап беретін боламын. Бізде осы жылы ғана сабақтар циклмен өте бастады. Цикл деген қалай? Біз бір сабақты оқимыз. Күнде таңертеңнен, мысалға, сағат 8-ден 2-ге дейін бір сабақ болады. Күнде біткенде бірден экзамен тапсырамыз. Сол сабақты бітіреміз. Сосын келесі цикл басталады. Әрқайсында әртүрлі. Мысалға, бір сабақ 4-ақ күн болуы мүмкін, бір сабақ 1 ай болуы мүмкін, біреуі 14 күн. Осылай ауыса береді. Сонда бізде экзамен тапсырамыз, басқа сабақ басталады, экзамен, басқа сабақ басталады, осылай. Бір жағынан ол жақсы, себебі күнде жаңа материал сол сабақтан базың айналып кетпейді. Бірақ 3-ші курста, мысалы, жолы бізде универде емес, біз басқа больницаларға барып жүрміз. Бүгін сол внутренний болезнь деген, пропедевтика, внутренних болезней деген сабақты айтатын болайын. Себебі сол сабақ жақында осы экзамені болады 2-3 күннен кейін, соған қазір дайындалып жатырмын. Осы сабақ туралы білген қызықты мәліметтер жерде сіздермен бөліскім келеді. Біріншіден айта кететінім, көп аурулардың барлығы стресстен болады. Адам көп қиналғанда, немесе көп уайымдағанда, оның барлығы бір ағзаға әсер етеді. Сондықтан сіздерге кеңесім, көп уайымдамаңыздар. Өздеріңіздің денсаулықтарыңызға қараңыз. Себебі бұл былай ойлап қарасаң, басында сіздерде стресс дейді, одан көңіліңіз болмайды, одан кейін аппетитіңіз жоғалады, түнде ұйықтай алмайсыз, көңіл күйіңіз жоқ. Солай осының барлығы соңында бір ауруға ұшықтырады. Ондайға әкелмес үшін спорт, ең бірінші кеңес ол спорт. Спортпен шұғылданғанда сіздерде стресс, көңіл күйдің төмендеуі біраз пайызға төмендейді. Бұл көңіл күйге де әсер етеді, сіздің аппетитіңіз жоғарылайды, түнде ұйықтауыңыз да жақсара бастайды. Сондықтан сіздерге кеңесім спортпен шұғылдану керек. Одан кейін келесі, бүкіл ауруларға қарап, мысалы, мен қазір өзімнің конспекттеріме қарап отырмын, көп аурулардың барлығы вредный привычки, олыңызға жаман нәрселер. Оған 4-еуі, кәдімгі бәріміз білетін, бұл алкоголь, бұл темекі тарту, бұл наркотические вещества және токсикомания. Бүкіл жерде жазылып тұр осы вредный, из-за какие причины, этиологиясын оқығанда, бүкіл ауруларда осы бір вредный привычкалар әрқашан болады. Темекі бұл сіздің өкпеңізге қандай әсері болады? YouTube'дан да бүкіл жерден қарасаңыздар, темекі тартқан адамның өкпесін салыстырып, тіпті темекілерде де жазып қояды. Білмеймін неге, көбісі әрине тыңдамайды. Бірақ бұл сіздің денсаулығыңыз. Ойлап қараңыз, сіз қандай машина, көлікті қалайсыз? Бұл Mercedes болуы мүмкін, бұл Bugatti, Rolls-Royce, ең күшті машиналар. Олар өте керемет. Ол машинаға күтім керек, ол машинаға бензин құю керек, ол машиналарды жуып, оның күнде бір диагностика дейміз ғой, сондайларға тексеріліп тұру керек. Адамның денесі де сондай. Сіздің денеңіз бұл сіздің машинаңыз. Сіздің машинаңыз күшті болу үшін не істеу керек? Спортпен күшті тамақты жеу керек. Тамақ дегенде бұл белок, углевод, яғни витаминге, поливитаминге толы тамақтарды жесеңіз, сіздің машинаңыз, яғни сіздің денеңіз күнде құлпырып, өзіңіз де ұзақ жылға дейін, мысалы, машина күшті күтім болса, ұзақ уақыт жүре алады. Сіздің денеңізде, сіздің өзіңізде де, егерде дұрыстап күтім қарасаңыз, сіз ұзақ жылдар бойы керемет көңілді өмір сүресіз. Сол секілді осы бір пример дейміз ғой, арқасында ойлап көрсеңіз, сізге түсінікті жеткіздім деп ойлаймын. Одан кейін соңғы, айтады ғой, last but not least, жоғары квалификациясы бар дәрігерлерден консультация алып, бір дәрігерге барсаңыз, ол бірдеңке айтса, бір жаңа информация айтады, келесіне барып, ол да басқа және де өте жақсырақ, немесе бір уақытта аз алатын жақсы бір информация береді. Сізде бір сұрақтарыңыз болса, кәдімгі дәрігерден сұраңыз. Қазіргі көптеген адамдар народная медицина, всякие YouTube, даже интернетте көрсеңіз, реклама толып кетті да. Менде біз сабақ кезінде көптеген пациенттерді аралап, олардан сұрақ қойып, анамнездерін жинап жүрдік. Мысалға келтіргім келіп тұр.
ол әйел өте арық болған, жас кезінде бір 50 килограмм болған. Ол өзін әрқашан арық сезінген. Одан соң оған туысқандары народная медицинаны кеңес берген. Ол қандай кеңес? Күнде жатар алдында пиво мен сметана же деп айтқан. Ол әйел осыларды тыңдап, яғни олар маған жамандық ешқашан тілемейді, бұлар дұрыс айтады деп, күнде 1 жыл бойы пиво мен сметананы жеген. Бұл мына жерде мен сіздерге күлкілі үйретіп, ондай айтып кеп тұрған жоқ. Бұл көп адамдар солай да кейде ойлауы мүмкін. Тіпті мында пиво емес, ол ол әйел салмақ қосты. Салмақ қосқанда қандай последствия дейміз ғой, к чему это все привело? В конечном счете у нее появилось пивной живот дейміз ғой, іші біраз үлкейіп кетті, және де печень. Короче, в конечном счете у нее пивной живот образовался, и печень в разы увеличился. Это очень плохо. Бұл соңында больницаға жатып, соңында оған арықтауға тура келді. Бұның барлығы не үшін? Егер де уақытында ол немесе интернеттен дұрыс материалдар қарап, дәрігерге барып, дұрыстап нақты жылдар бойы дәлелденген медицинаға сүйенсе, ондай ештеңе болмас еді. Сондықтан ешкімге дұрыстап сенбеңіз, народная медицина, дұрыстап ойланыңыз. Айтады ма? Деп жарайды деп айтыңыз, бірақ өзіңіз үйде отырып анализировать етіп, интернеттен отзывтарды қарап, бір какой-то таблетканы айтса да, отзывтарын қараңыз. Бүкіліне сене бермеңіз рекламаға. Ол адамдарға тек қана реклама жасау керек. Ал бұл сіздің денсаулығыңыз. Сондықтан оған ұқыпты дұрыстап қарау керек. Сіздермен келісесіздер ме? Осы менің айтайын дегенім. Сіздерге қызық болды деген ойдамын. Осы қазір внутренний болезни бітірем, содан кейін менде басталады инфекционная болезнь. Ол сабақ туралы да экзамен тапсырар алдында сіздерге айтам, қызықты не вау дейтін бір өзіме ашқан информацияларды. Сіздерге қызық болса, төменде жазуларыңызға болады, менің арнама жазылыңыздар. Сіздермен бірге болған Айжан. Менің кеңестерім сіздерге жақсы және де көмегі болды деген ойдамын. Сіздерді жақсы көремін. Денсаулықтарыңызға қараңыздар. Келесі жақсы күндерде кездескенше достар. Пока.